Әзірет Әминаның мәңгілік сапарға аттануы. Пайғамбар анасы Әмина ұлымен бірге Мәдинада бір айдай болып, сағынышы мен шерін тарқатқан соң, туған туыстарымен қоштасып, Меккеге қайтуға бет түзейді. Ұшы қиырсыз шөлде 3 жолаушы. Болашақ пайғамбар анасы Әмина, сүйікті ұлы және қызметшісі. Үшеуі де үнсіз. Мінген көліктері де олардың көңіл түкпіріндегі ауыр қайғыны бөліскендей аяңдап келеді. Әзіз ана мен ойлы баланың жүрегіндегі қасірет, қимас жанмен қоштасу бойларына зіл батпан ауырлық жүктегендей. Қыршынынан қиылған қимасы еске түскен сайын көз жасын көлдеткен Әминаның көңіліндегі уайымды бөліскендей, баласы да өксіп-өксіп қояды. Өгіз аяңмен үнсіз ұғынысып, жолдың жартысына келгенде аяулы ана Әмина сырқаттанып қалады. Үммі Айман науқастың үдеп бара жатқанын көріп қатты қорқады. Жеткен жерлері Мекке мен Мәдина арасындағы Әбуә ауылының шеті еді. Бір ағаштың көлеңкесіне тоқтап, Әминаны қолтығынан демеп жатқызайын дегенде, кеселмең деген ол әлі кетіп құлап түседі. Қызметшісі оны дұрыстап жатқызып, жан-жағын қымтайды. Жан тері шыққан анасының басын сүйеп отырған 6 жасар Мұхаммедтің сондағы егіліп жылағанын көрсеңіз. Айнала сүттей ұйыған тыныштық. Қанша уақыт өткенін кім білсін, Әмина көзін ашты. Сол сәтті зарыға күткендей ұлы, қалайсың анашым деді. Ауруы жанына батса да, сездіргісі келмеген ана, жақсымын ботам, жақсымын, деді ернін әзер қимылдатып. Сөйтті де тағы да ес түссіз қалды. Біраздан соң су деді, солық жатқан күйі. Бала орнынан атып тұрып анасының сұрағанын жеткізді. Әзірет Әмина бір-екі ұрттады. Сүйікті ұлына мейірлене қарап ұзақ жатты. Қолынан сипады. Ішіндегі аласапыран сезімді білдірмеуге тырысты. Күйеуінен айырылып бір жыласа, енді жалғызмен қалай қоштаспақ? Жоқ. Өмір мен өлім айқасып жатты. Не де болса, жазмыштан озмыш жоқ, маңдайға жазғанды көреді дағы. Бойын әбден дендеген аурудан айықпасын білген қымбатты ана соңғы рет бар күшін жинап, баласының қолынан емірене өпті де. Ей, азулы ажал оғынан жаратқанның құдіретімен 100 түйе құрбан етіп құтылған Абдулланың ұлы. Алла алдыңнан жарылқасын. Егер түсімде көргенім рас болса, сен ұлы Алла тағала тарапынан адамзат баласына адал мен арамның айырмасын үйрететін пайғамбар боласың. Сен бабаң Ибрахимнің шын мойын сұна білушілік қабілетін паш етіп, соның дінін тамамдайсың. Алла сені әрдайым қолдап, пұттардан, пұтқа табынушылардың зорлық зомбылығынан аман сақтайды. Өмірге келген әрбір мақұлық түбінде өледі. Жаңа нәрсе ескірмей тұрмайды. Бұл дүниеде бәрі фәни, өткінші. Мен де өлемін. Бірақ атым мәңгі жасайтын болады. Себебі артымда пәк періште сынды ұрпағымды қалдырып барам, деп үздіге сөйледі де мәңгілікке көз жұмды. Бұл милади 576 жыл болатын. Арадан ұзақ жылдар өткенде пайғамбарлар патшасы бір умра сапары тұсында Әбуә ауылының үстінен өтеді. Сонда анасының қабіріне барып дұға оқып, көзіне жас алады. Оның жас балаша жылағанын көрген сахабалар, неге мұнша мұңайдыңыз, уа Расулалла, деп сұрайды. Сонда пайғамбарымыз тұрып, аяулы анамның мәңгілік сапарға аттанардағы халі көзіме елестеп, сондағы маған деген мейірімін дәл қазір сезінгендей болып тұрмын, деп жауап береді. Пайғамбардың ата-анасының иманы турасында. Пайғамбардың ата-анасының иманы мәселесіне келер болсақ,
әкесі Абдулла мен анасы Әмина пайғамбарға пайғамбарлық міндеті берілместен көп уақыт бұрын о дүниелік болған. Пайғамбарлық келгенге дейінгі фатрат кезеңінде өмір сүрген. Бір күні кемеңгер ғұлама Шарафуддин Мунауиден біреу Мұхаммед пайғамбардың ата-анасы тозақта ма деп сұрапты. Данышпан Мунауи қатуланып, ардақты пайғамбарымыздың ардақты ата-анасы фатрат кезеңінде өмірден өткен. Ал пайғамбар жіберілмес бұрын өмір кешкенге азап жоқ, кешірім бар, деп жауап беріпті. Бір пайғамбардың үндеуін естімеген, Алланың жолынан мүлде бейхабар адамның ақыретте азапталмайтыны Құран аяттарында, хадистерде айтылады. Пайғамбарымыздың ата-анасына өздеріне дейін өмірден өткен пайғамбарлардың тура жолға шақыруы жетпегенін тарих дәлелдейді. Олай болса, сөз жоқ, олар ақырет азабына душар болмайды. Алла елшісінің аяулы әке-шешесінің Аллаға ортақ қосқандығы жайлы бірде-бір мәлімет жоқ. Бәлкім, олар Зайд ибн Амр ибн Нуфайл, Варақа ибн Науфал, тағы басқа сияқты ұлы бабалары Ибрахим алейхиссалам пайғамбардан жеткен сенімді, ғұрыпты ұстанған ханифтер болар. Сүйікті пайғамбардың ата-анасының пәк сенімдегі жандар болғандығын, мен пәк бабалар мен аналардың ұрпағы болып жаратылдым деген хадис нақтылай түседі. Құран кәрімде мүшіріктер үшін нәжіс сипаты қолданылған. Тазалық пен нәжіс, иман мен күпір, мумин мен мүшірік қайшы ұғымдар екенін ескерсек, жоғарыдағы хадиске сүйене отырып, Алла Расулының ата-бабасының руханияты таза болғандығына көз жеткізе түсеміз. Алла Әзірет Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам бүкіл жаһанға рахым етіп жібергенін баяндайды. Ал жарық дүниеге көзін ашпас бұрын 18.000 ғаламға сәуле шашатын оның нұры ата-бабасының бойында сақталған. Тұла бойында әлемнің нұрын тасып, құрсағында Алла тағаланың сүйікті елшісін көтерген ана мен әкенің иманына шүбә келтірудің өзі қисынсыз. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні ардақты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам ата-анасының жаны жәннатта. Әрбір мұсылман бұл ақиқатты аксиома деп білгені жөн. Әзірет Мұхаммед атасы Әбдүл-Мутталиптің қамқорлығында. Анасынан айырылған 6 жасар Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам атасы Әбдүл-Мутталип қолына алады. Құрайыштың алдыңғы қатарлыларынан саналатын Әбдүл-Мутталип адамгершілігі мол, жомарттығымен, мәрттігімен аты шыққан, сабырлы, ақылды, түсінігі мол жан. Қапсағай денелі, жарқын жүзді Әбдүл-Мутталипті ол төңіректе білмейтін жан кемде-кем. Кедей кепшікке көмектесіп, жарлы Жақыбайдың көңілін тапқанды жаны сүйетін, оны барша жұрт сыйлайтын, ерекше құрметтейтін. Адам түгіл, жыбырлаған жәндікке қиянат етпейтін. Қонақ жайлылығын айтпағанда, туған туыстың, ауру сырқаудың ахуалын сұрау оның күнделікті әдеті еді. Кең пейілділігіне қарап Құрайш оны екінші Ибрахим атандырды. Қарт Әбдүл-Мутталиптің бала дегенде, әсіресе немерелеріне шығарды жаны бөлек. Айналасын нұрға бөлеп жүретін немересі Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам қайда барса қасынан тастамай алып жүретін. Еркелетіп жетімдігін сездірмеуге тырысатын. Тіпті онымен үлкендерше сөйлесіп, жиын тойларда әлде қалай бір мәселе туындай қалса, Әзірет Мұхаммедпен кеңесіп шешетін. Көптің көзі көреген емес пе? Мұны да жұртшылық сезбей қалмаған. Қағбаның төрінде Құрайыштардың басшысы Әбдүл-Мутталиптің арнайы орны бар еді. Өзге түгіл, өз балалары да отыруға батпайтын осы орынға бала Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам атасының өзі отырғызатын. Жайшылықта туған балаларын құшағына алмайтын Әбдүл-Мутталиптің немересіне деген сүйіспеншілігі шексіз.
кейде ағалары Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам төрден тұрғызбақ болғанда, тимеңдер, төр соныкі, Абдулладан қалған жалғыз тұяғымның орны келешекте дүниенің төрі болмақ. Әлі-ақ көрерсіңдер, деп немересін қасына алып, арқасынан қағып, ойға бататын. Әбділмүтәліпті оятуға да Мұхаммедтен саллаллаху алейхи уассалам басқаның батылы жетпейтін. Атасының бөлмесіне одан өзгелер рұқсатсыз кіре алмайтын. Бір күні Әбділмүтәліп сүйікті немересін жоғалған түйелерін іздеуге жібереді. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам біраз кешіккен соң атасы адасып кетті ме деген оймен тағатсыздана бастайды. Уайымдағаны сондай, қағбаға барып, құдіреті күшті жасаған ем, Мұхаммедіммен тезірек қауыштыра көр деп жалбарынады. Арадан көп өтпей-ақ Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам түйелерді айдап келіп қалады. Әбділмүтәліп жанары жасқа толып, жалғызым, жаным, сен үшін жанымды беруге әзірмін, мұнан бұлай жалғыз өзіңді ешқайда жібермеспін дейді. Расында да Абзал ата Нұр немересін өлгенше қасынан бір елі шығармаған. Йемен билеушісінің хабары. Сол тұста Йемен билеушісі Сайф ибн Зиязан бір кездері әкесі билеп, кейіннен хабаштықтардың қол астына өтіп кеткен жерін қайтарып алып, Гумдан деген қалада салтанатты түрде таққа отырады. Тілеулестері жер шалғайлығына қарамастан құттықтап барады. Әбділмүтәліп басшылығындағы Меккенің де мұнан тыс қалуы мүмкін емес. Бір топ адаммен Әбділмүтәліп сапарға шығады. Қанша қиын болса да, Нұр келбетті немересін осы жолы үйінде тастап кетуге мәжбүр. Ұзақ жолдан арып ашып келген меккелік делегацияны Сайф ибн Зиязанның өзі қарсы алады. Әбділмүтәліп қуанышқа ортақтаса келіп сөзін: біз Алланың тікелей қарауындағы киелі мекеннен келдік. Байтулла деп аталатын Алланың үйі, Қағбаның қызметшілеріміз деп түйіндейді. Гумдан билеушісі Әбділмүтәліптің сөзіне риза болып: ей, тілектес бауырым, өзіңді таныстырып өтсең дейді. Мен Хашимнің ұлы Әбділмүтәліппін. Демек, жиеніміз болдың ғой. Иә, солай. Жеңіс тойы жалғасып жатты. Қуанышты жүздер, шат-шадыман халық. Бірде Сайф әлдене есіне түскендей, Әбділмүтәліпті оңаша шақырып алып былай деді: ей, Әбділмүтәліп, саған бір сыр айтпақпын. Осы бір мәселенің саған қатысы бар сияқты болады да тұрады. Киелі кітаптардан оқып білгенбіз. Өте маңызды хабар. Білетіндер бірен саран ғана. Әбділмүтәліп дегбірсізденіп: не хабар? Не деді? Сайф: киелі кітаптағы хабарға қарағанда, Тихама аймағында осы жылдары ерекше бір сәби дүниеге келуге тиіс. Екі жауырын арасында меңі бар. Нәрестенің әке-шешесі ерте дүние салады да, баланы атасы қамқорлығына алады. Өскенде сол бала ұлы тұлға болады. Даңқы жер жүзіне жайылады. Қиямет қайымға дейін жақсылықтың жаршысыз болып өтетін көрінеді. Дұшпандары не қысастық жасаса да жеңе алмайды. Ол көп құдайлылықты, тозығы жеткен ырымдарды жойып, Алланың бірлігіне сенуге, соған құлшылық етуге үндейді. Әділеттілігі, көрегенділігі, адамгершілігі бүкіл әлемге үлгі болады дей келіп, бірнеше дәлелдерін тағы да айтады. Әбділмүтәліп айтылғандарды тыңдап бола салысымен сәждеге бас қойды. Бұл жолы Сайф аң-таң болды. Бір нәрсе сезгеннен саумысың, баянда тезірек деп Әбділмүтәліпті қолқалай бастады. Әбділмүтәліп қуаныштан жүрегі жарылардай кейіпте: билеушім, өзге ұлым бір төбе, Абдуллам бір төбе дейтін балам бар еді. Ер жеткен соң оны тәрбиелі жердің қызымен, Уахб ибн Әбдіманаптың аминасымен үйлендіргенмін. Құдай беріп бір ұлды болған. Амал нешік, көп ұзамай балам мен келіннің бірінен соң бірі өмірден озды. Солардың артында қалған ұрпағы бүгінде менің қолымда.
бойындағы бар қасиеттер сенің айтқандарыңмен сәйкес келеді деп жылап жіберді. Сайф та ақиқатқа көз жеткізіп тұрып, ұзағынан сүйіндірсін, баланы көзіңнің қарашығындай қорғағайсың. Әсіресе яһудилер оның басқан ізін аңдып тұзақ құрумен болады. Зиян тиіп кетіп жүрмесін. Бәле жаладан Алланың өзі сақтайды, дегенмен аманатың абай бол. Кітаптағы жазбаға қарағанда заман өзгеріп, немерең Ясрибке, Мәдинаға хижрет етуге мәжбүр болады. Ол жерде де қолдаушылары аз болмайды, деді. Я, Сайф көрегендік жасады. Жалпақ жұртқа беймәлім дүниеден алдын ала хабар берді. Әбділмүтәліптің еліне қайтар шағы жетті. Керуенді Меккеге шығарып салып тұрып Сайф, баланың бойындағы өзгерістерден хабардар етіп тұрғайсың, деген. Амал не? Осы оқиғадан соң 1 жылға жетпей, ол да өмірмен қош айтысты. Арадан көп уақыт өтпей-ақ, Әбділмүтәліп аяқ астынан ауырып, төсек тартып жатып қалады. Буын-буынынан әл кетіп, қарттықты жеңе алмасын сезген оның уайымы, нұрлы немересін көзі тірісінде сенімді біреуге аманат ету. Қай баламның қолына табыстасам екен? Қарияны күндіз түні мазалаған сұрақ осы. Әбу-Лахаб өз басымен әлек, қатыгездігімен аты шыққан. Оған беруге әсте болмайды. Аббас ше? Жоқ. Ол өз бала-шағасын асыраса да жақсы. Үйелмелі-сүйелмелі шүкір баршылық қой. Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам ерекше көңіл бөле алмас. Хамза болса жас, басы да бос. Жастық қызуымен таңертеңнен қара кешке дейін аң аулаудан қол тимейді. Баланы бағарау, бірақ көңілімдегідей бола қояр ма? Ау, Әбу-Тәліп бар емес пе? Ең лайықтысы сол. Мал байлығы шамалы болғанмен, мейірімі мол. Сол ғана Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам нағыз қамқоры бола алар. Осылайша іштей түйіндеген соң балаларының бәрін жинап, Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам орталарына алып, қай атаңның қолында тұрғың келеді деп сұрады атасы. Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам атасының сауалына жауап ретінде орнынан тұрып, көкесі Әбу-Тәліптің мойнына асылды. Әбділмүтәліп ойының дөп шыққанына қуанды. Сонан соң Әбу-Тәліпке қарап, Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, саған Алланың аманаты. Басыңа нендей күн туса да, оны жаныңнан жақын көріп, қорғайтындығыңа уәде бер. Арманда кетпейін, деді. Әбу-Тәліп әкесінің өзін таңдағанына әуелде сенер-сенбесін білмей аңтарылған күйі былай деп жауап берді. Еш уайымдама, оны өз баламнан, тіпті өз жанымнан артық қорғаймын. Мен тірі тұрғанда жан баласы оған зиян келтірмейтіндігіне серт берем. Әбділмүтәліп милади 578 жылы 80-нен асқан шағында мәңгілікке көз жұмды. Мекке базары Әбділмүтәліптің қазасына байланысты ұзақ уақыт жабық тұрды. Құрайыштар ардақты да аяулы ақсақалды жоқтап, бірнеше күн қара жамылды. Әбділмүтәліп Хажун бейтіне атасы Құсайдың қасына жерленді. Бала Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам атасының өлімі қатты әсер етті. Аяулы адамнан айырылу бұл жолы өте қиын тиген. Жаназа шығарылған сәтте біресе үнсіз егіліп, біресе еңіреп жылаумен болды. Міне, пайғамбарымыздың балалығы осыншалықты ауыр қайғы мұңға, қасіретке толы. Болашақта басына түсетін қиыншылықтарға, машақатқа толы өмірге рухы мен жүрегі сол кезден бастап әзірленіп жатқандай еді.